Сәлем, бүгін біз семіздіктің адам организміне зияны жайлы айтатын боламыз. Негізі семіздік адам организміндегі көптеген мүшелерге өз зиянын тигізеді. Алайда бүгін біз тірек қимыл жүйесіндегі зияны жайлы айтатын боламыз. Егде жастағы денесі толық адамдардың көбісінің тізесі ауырады. Бірақ неге? Себебі бізде тізеде мениск аппараты бар. Ол сүйектердің бір-біріне үйкелісін азайтып, күш түсуден сақтап отырады. Алайда жылдар өте келе артық салмақ салдарынан ол мениск аппараты жыртылып, жарақаттанып, жойылып кетеді, және де соның салдарынан бізде сүйектер бір-бірімен үйкеліп, бізде артриттер, артроздар пайда бастайды. Және сонымен қоса артық салмақты егер емдемейтін болсақ, бізде тізенің ауруына салынған, яғни обезболивающий дейді, диклофенак сынды дәрілерді салу, бұл бос әурешілік болып табылады. Егер артық салмақтан арылмайтын болсақ, біз тізе ауруынан да мүлде арыла алмаймыз. Артық салмақтың адам организміне келесі зияндары